Комментариялардың бірінде өзекті өртейтін бір сөз бар. Қазақ беспонтов, беспонтовый қазақ. Имеке, неге дәулеттілер дүниесімен мақтанады дейді. Ақиқатында, шариғатымызда мұсылман адам кедей болсын деген дүние жоқ. Мұсылман дәулетті де сәулетті өмір сүру керек. Алланың берген нығметтерін пайдалану керек. Ардақты пайғамбарымыз әлсіз мұсылманнан қуатты мұсылман жақсы деген. Яғни біреу дәулетімен қуатты болуы мүмкін. Ал енді қандай да бір бауырымыз дәулетті де сәулетті өмір сүріп жатса, оны күндеуден сақтануымыз керек. Міржақып Дулат бабамыз өзінің керемет өлеңдерінің бірінде біреу осса күңкіл-күңкіл күн дейміз, біреу тосса дүркін-дүркін жүн дейміз. Намыс деген сөзді жиі айтамыз, бірақ оның не екенін білмейміз дейді. Біреуді күндеуден сақтануымыз керек. Ақиқатында қандай да бір бауырымыз дәулетті болып жатса, біз оған қуана білуіміз керек. Бірақ дәулетті кісілердің де ескеріп қоятын жағдайы бар. Дәулеті үшін сөз тиетін, көз тиетін жағдайларда бар. Сақтанып жүру керек.